Енді мен 11 жасынан бастап әскери мектепте оқыдым, одан кейін әскери жоғарғы оқу орнында оқыдым. Сол кезде әрі қарай әскери қызметші болып, водолаз сүңгір болып жұмыс істеген кезде өзім тарапыма өте көп еститін сөз мынандай еді. Дастан, сен әскери қызметтен кет. Шығармашылыққа бар. Шығармашылық қасиеттерің бар, ұйымдастырушылық қасиеттерің бар, өнерге деген жақындығың бар. Сондықтан сол жаққа қарай бетте деп көп еститін едім. Осы орайда да бала кезімде де, мектеп кезімде де сурет салуға жақын болдым. Сахна, КВН, әртүрлі қойылымдар қоятын кезде барлығына белсенді түрде қатысатын едім. Одан кейін өмірдің ағысымен әрі қарай әскери қызметші болып кеттік. Сол кезде сол сөзді көп естіген едім. Жақсы деп шешім қабылдап, әскери қызметтен кеткеннен кейін көптеген салаларға бет бұрып, сол салаларды көрген едім. Сатумен де айналыстық. Сату бөлімінің басшы болып та жұмыс жасадым. Саудамен де айналыстым. Және де гид болып туризм саласында жүрдім. Тағы да басқа көптеген жұмыстар істеп жүрдім. Бірақ қазіргі кезде айтқым келіп тұрғаны, қайтадан сол кішкентай кезімдегі балашақ кезімдегі, балашақ пен болашақ үндес қой. Сол кездегі өзімнің әдетіме дейін ба, бағытыма дейін ба қайтып келдім. Қазір туризм саласын, өлкетану саласын, шығармашылық әртүрлі шаралар ұйымдастыру бағытында, кітап оқыту, ағартушылық бағытын қайтадан қолға алып, осы уақытта жұмыс істеп келе жатырмыз. Алдағы уақытта тіл, интеллектуалдық ойындар, тағы да басқа осындай ағартушылық бағытындағы дүниелерге бет бұрамыз. Келесі сұрақ қиындық болатын. Қиындық деген кезде менің ойымша ол әр адам өзі әртүрлі түсінеді. Мысалға, сен өзің ісіңді жақсы көрсең, өз ісіңді ұнатсаң, және де өмірлік мәні деп сол ісіңді тапсаң, онда кез келген дүние ол саған қиындық болып көрінбейді. Бірақ дегенмен жетістікке жету үшін, немесе бір қандай да нәтиже беру үшін бізге қиындықтардан өту керек болады. Мысалға, боксер бокс ісін жақсы көреді. Бірақ бокс тек қана ұрумен емес, ол өзіне де соққы қабылдайды. Беті басы көгеріп, быт-шыт болып жүреді. Бірақ ол оны қиындық деп қабылдамайды. Ол өзінің ісінің сүйікті айналысатын ісінің бір бөлігі деп қабылдайды. Дәл сол сияқты, мысалға, өзіміздің арғы спорт жағына кететін болсақ, Елдос Сметов олимпиада дзюдодан олимпиада чемпионы болды. Бірақ оған жетуге дейін қаншама уақыт бойы ол қиындықтардан өтті. Яғни бастысы сен қайда бағыт алып бара жатсың, сол іске қарай әрқашан сол жолдан өту. Қандай қателіктер болды деген кезде, ең басты қателік барлығын бірдей алып жүру. Мен үшін сол болды, себебі мен туризм саласында, тіл, одан кейін өлкетану, ағартушылық саласын барлығын қатал алып жүрдім де, энергиям жан-жаққа шашылып кетті. Осы орайда бір нәрсені түйдім. Бірінші, нақты нық тұратын, қазық қылдырып қағып алатын бір іс табу керек. Сол істің маңайында қалған дүниелердің барлығын жалғастыра беру керек. Қазір сол бағытқа қарай кетіп барамыз. Мен үшін мотивация өзгеріс. Кітап оқу барысында, немесе шара ұйымдастырған кезде, адамдармен жұмыс жасаған кезде, олардың бойынан өзгеріс көрген кезде, мен үшін сол өте қатты мотивация болып саналады. Және де маған өте қатты көп күш, энергия береді. Себебі, мысалға, кітап жайлы жай ғана студенттерге айтып бергеннен, оның соңы үлкен кітап талқыға айналып кеткеннің өзі мотивация. Жұмыс барысындағы ең басты маған көмектесетін принцип ол тоқтамау. Өзің беттедің бе, ол тоқтамау. Күмәндану ол шешім қабылдағанша, ал шешім қабылдағаннан кейін күмәндамау керек, баса беру керек. Қазір сол сияқты баса беріп жатырмыз.